Баршаңызға сәлем. Біздің үшінші сабақ will be. Will be бұл to be'дің келер шағы. Егер естеріңізде болса, біз to be'ді және to be'дің өткен шағын өткен болатынбыз. Ал ендігі кезек to be'дің келер шағында. Егер сіздер бірінші және екінші сабақтарды көрмеген болсаңыздар, жоғарыдағы сілтемеге өтіп, сабақты қарап шығуларыңызға болады. Және келесі сабақты жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен, will be. Will be дегеніміз мен кім боламын, мен қандай болам, мен қаншада боламын, мен қайда болам деген сияқты кездерде қолданамыз. Ендеше алдымен біз есімдіктерімізді жазып алайық. I, you, we, they, he, she. Өткен сабақтардағыдай көмекші етістіктер есімдіктерге қарай бөлінбейді. Бұл жерде барлық есім сөзге бірдей will be'ді жалғаймыз. I will be, you will be, we will be, they will be, he will be және she will be. Бірінші сұраққа жауап айтайық. Мысалы, мен кім боламын? Мысалы, мұғалім сөзін алайық. Мұғалім бізде teacher деп аударылады. Мен мұғалім боламын. I will be a teacher. Сен мұғалім боласың. You will be a teacher. Біз мұғалім боламыз. We will be teachers. Осы жерде айта кететін жағдай, яғни we деген бізде көпше сөз болғандықтан teacherге s жалғаймыз, яғни мұғалімдер. We will be teachers. Біз мұғалімдер боламыз. They will be teachers. He will be a teacher. She will be a teacher. Енді келесі мен қандай боламын? Мысалы, атақты сөзін алайық. Мен атақты боламын. Famous. I will be famous. Сен атақты боласың. You will be famous. Біз атақты боламыз. We will be famous. Олар атақты болады. They will be famous. Ол бала he will be famous. Ол қызға she will be famous деп қолданамыз. Келесі, мен қайда боламын? Мысалы, мен Британияда боламын. In Britain. Мен Британияда боламын. I will be in Britain. Сен Британияда боласың. You will be in Britain. Біз we will be in Britain. Олар they will be in Britain. Ол бала he will be in Britain. Және ол қыз she will be in Britain. Және мен қаншада боламын деген сұраққа жауап беріп көрейік. Мысалы, мен 23-те боламын. 23 years old. I will be 23 years old. You will be 23 years old. Дәл осы реттілікпен біз will be'ден кейін өзімізге қажетті сөздерді, жаңа айтып өткен сұрақтарға жауап беретін сөздерді жалғап кете береміз. Яғни боламын деп айту үшін біз subjectтерге will be көмекші етістігін жалғасақ жеткілікті. Біздің жасаған сөйлемдеріміздің барлығы болымды сөйлем. Енді болымсыз сөйлем жасауға кірісейік. Ол үшін бізде will be деген көмекші етістік болғандықтан not жалғаймыз. Алайда notты біз be'ден соң емес, will және be'дің ортасына жалғайтын боламыз. Яғни will not be. Мысалы, мен мұғалім болмаймын. I will not be a teacher. Сен мұғалім болмайсың. You will not be a teacher. Біз болмаймыз. We will not be teachers. Олар болмайды. They will not be teachers. Ол бала болмайды. He will not be a teacher. Және ол қыз she will not be a teacher. Сонымен қатар will not сөзінің қысқартылған түрі бар. Ол бізде won't деп айтылады. Яғни біз сөйлемді былай айтсақ болады. Мен мұғалім болмаймын деген кезде I won't be a teacher деп айтсақ болады. Және олар атақты болмайды. They won't be famous. Ол бала Британияда болмайды. He won't be in Britain. Дәл осы сияқты сөйлемді айтсақ болады. Келесі сұраулы сөйлем жасауға кірісейік. Баршамызға белгілі сұраулы сөйлем жасайтын кезде, егер сөйлемде көмекші етістік болатын болса, сол көмекші етістікті сөйлемнің басына шығарамыз. Яғни will бізде сөйлемнің алдына шығады. Мысалы, мен мұғалім боламын ба? Will I be a teacher? Сен мұғалім боласың ба? Will you be a teacher? Біз мұғалімдер боламыз ба? Will we be teachers? Олар болады ма? Will they be teachers? Ол бала will he be teacher? A teacher және ол қыз will she be a teacher? Міне сұраулы сөйлем дәл осы реттілікпен жасалады. Егер сіздерге сабақ түсінікті болса, онда біз практика жасауға кірісейік. Сонымен келесі сөйлемдерді аударып көрейік. Бірінші, мен
әнші боламын. Бұл кезде біз I will be a singer деп аударамыз. Келесі болымсыз түрі мен әнші болмаймын. Бұл кезде біз not жалғаймыз. I will not be a singer. Сұраулы сөйлем жасайық. Мен әнші боламын ба? Бұл кезде белгілі will көмек жетістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. Will I be a singer? Be a singer. Ендеше сіздерге тапсырма. Сен әнші боласың. Сен әнші болмайсың. Және сұраулы түрі сен әнші боласың ба деген сөйлемдерді ағылшыншаға аударып, комментарийге жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сабақ сіздерге түсінікті болса, лайк баса кетіңіздер және достарыңызға жіберіп, оларды да осы сабақтан хабардар ете жүріңіздер.